Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағы 115-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 1-ші жаттығудан 7-ші жаттығуды бірге қарастыратын боламыз. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліп, өз көмектеріңізді беріңіздер. Бізде бүгінгі тақырып нәтиже сабақ, мен не үйрендім. Яғни не үйрендік, соларды еске түсіретін боламыз. Бірінші жаттығу ертегіні мұқият тыңдады. Бізде тыңдалымға берілген тапсырма екен. Жапырақ. Көктем келді, аққайың бұтақтарындағы өркендер де шетінен бір жарып жапырақ жаюда. Тек кенже бүршік қана асыға қоймады. Бірақ күннен күнге жылуы күшейе түскен күн сәулесі аймалап жүріп, оны да қауызын жарып шықпасына қоймады. Бойына жылу жүгіріп, есінеген бүршік кенет жарыққа шықты. Демде жасыл жапыраққа айналды. Ол өзін қоршап тұрған табиғаттың сұлулығын көріп қайран қалды. Табиғат қандай әдемі еді. Жапырақ жан-жағына көзі тоймай қараумен болды. Құстардың сайраған көңілді үніне құлақ түрді. Самал желмен тербеле бақытты күй кешті. Bir күні күн суыта бастады. Жауын жауғаннан кейін бойы мұздады. Жапырақтар сары, қоңыр, қызыл түске боянды. Аспанды жиі-жиі бұлт торлайтын болды. Bir күні ол аққайың анадан табиғаттың бұл өзгерісінің сырын сұрады. Ертегінің басқа бөлігінде жылдың қай мезгілі туралы айтылған. Ертегінің басында жылдың көктем мезгілі туралы айтылды. Не жапырақ жайды? Бұл жерде аққайыңның бұтақтарынан жаңа жапырақтар жаюды. Кенже бүршік қайтты. Кенже бүршік бізде оның бүршігі жай не істеді. Күннің көзін сәулесін түскеннен кейін барып жай бүршік атады. Ол қандай жапыраққа айналды? Ол яғни бірден жасыл жапыраққа айналды. Жасыл жапырақ табиғаттың қандай көріністеріне қайран қалды? Жасыл жапырақ осы табиғаттың осындай керемет өзгеріске енгендігіне қайран қалды. Яғни ол аққайың анадан табиғаттың бұл өзгерісінің сырын сұрағысы келді. Қай мезгілде жапырақ мұздай бастады? Яғни бұлар салқындық кезде мұздады. Жауын жауғаннан кейін бойлары мұздай бастады. Күн суытады, сол кезде мұздай бастайды. Жапырақтар қандай түске боянды? Жапырақтар мысалы күзде сары, қоңыр түске боянады. Күн мұздағаннан кейін олар сары, қоңыр түске айналады. Жапырақтың сұрағына анасы не деп жауап беруі мүмкін? Яғни жапырақтың анасына болжам жасап айтуымызға болады. Анасына жапырақтар бізге күннің көзі арқылы олар жайқалып өсе алатындығын, және күз келіп күн суыта бастағанда өзіне қажетті нәрселерді ала алмағандықтан, күн суығаннан кейін олар жапырақтары қоңыр сары түстерге айналып, тіршіліктерін тоқтатып, олардың жерге түсетіндігін айтып түсіндіреді. Қарамен жазылған сұрау мағынасында сөздерге назар аудар. Осы сөздерге жауап беретін сөздер тірек сөзден қатарын құрады дейді. Қарамен жазылған сөздер бұл жерде қай, не, қайтты, қандай деген сұрақтар. Жапырақ деген осы ертегіге тірек сөздер көктем, аққайың, асыға қоймады, жасыл жапырақ, сұлулығына, көз, қоңыр сары, қызыл түс, табиғат құбылысы деген тірек сөздерді алуымызға болады. Ертегіге ат таңда дейді. Бұл жерде ертегінің аты жапырақ. Келесі, жоспарға сәйкес ертегі бөліктерін тап деді. Бұл жерде жасыл жапырақ, күннің суытуы, жапырақтың сұрағы. Сәйкес ертегі бөліктері. Бірінші, күннің суытуы ең соңында жапырақтың сұрағымен аяқталды. Ең бірінші, жапырақтардың жасыл болуы. Сол туралы, қалай олар өсіп өнді, бірде жасыл жапыраққа қалай айналды, сол туралы айтамыз. Күннің суыта бастауы туралы айтамыз. Одан кейін ең соңғы жапырақтың осы табиғат құбылысына таң қалып, анасына аққайың анаға сұрақ қоюымен аяқтап айтатын боламыз.
Келесі жоспар және өзің белгілеген тірек сөздердің көмегімен жапырақ ертегісінің мазмұнын айтып көр дейді. Яғни жаңа оқыған ертегінің біздер мазмұнын айтып шығуымыз керек. Яғни көктем келді, аққайыңның бұтақтарында өркендерден бүр жарып жапырақтар жая бастады. Тек қана кенже бүршік қана аса қоймайды, бірақ оның күннен күнге күннің көзі аймалап, оны да жасыл жапырағын шығарады. Ол өзін қоршап тұрған табиғаттың сұлулығын көріп қайран қалады. Табиғат қандай әдемі еді деп таң қалады. Жапырақ жан-жағына көз тоймай қараумен болады. Құстардың сайраған көңілді үніне құлақ түреді. Бір күні күн суытып, жауын-шашын болып кетеді. Күн мұздайды. Жапырақтар сары, қоңыр, қызыл түстерге айнала бастайды. Аспанды жиі бұлт торлап жаңбыр жауа бастайды. Жаңбыр жауған сайын олардың бойлары мұздай бастайды. Бір күні ол аққайың анадан табиғаттың бұл өзгерісінің сырын сұрайды деп біздер жапырақ ертегісінің мазмұнын айтып шығуымыз қажет. Келесі 5-ші тапсырмада бізде ертегідегі түсініксіз сөздердің беретін мағынасын түсіндірме сөздіктен тауып жазуымыз керек. Бұл жерде өркен деген өсімдік сабағында бүршіктер түбінен пайда болатын жері, бүр жару, бүршіктену, гүл жару, қауыз, астық дәнінің қабығы, құлақ түру, назар аудару, күй кешу, адамның өмірді сезінуінің қалпы, жай жағдайы, мұздау, тоңу, жаурау, қалтырау дегенді білдіреді екен. Келесі 6-шы тапсырмада бізде ертегіден сын есімі бар сөйлемдер теріп жаз. Сын есімдерді былай белгіле: сын есім деп қысқартып, негізгі және туынды сын есімдерге ажыратуымыз керек. Демде жасыл жапыраққа айналды. Құстардың сайраған көңілді үніне құлақ түрді. Самал жел мен тербеліп бақытты күй кешті. Жапырақтар сары, қоңыр, қызыл түске боянды. Бұл жерде жасыл деген негізгі сын есім, самал негізгі сын есім, сары, қоңыр, қызыл да негізгі сын есім. Туынды сын есім болып тұрған бұл жерде көңілді, түбірі көңіл, ді деген жұрнақ жалғану арқылы туынды сын есімге айналды. Келесі 7-ші тапсырмада мазмұндама жазуға дайындал, ол үшін келесі реттілікті жүзеге асыр дейді. Мәтінді оқы, түсініксіз сөздер мен сөйлемдерді анықта, олардың беретін мағынасы мен мазмұнын біліп ал. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Мәтін авторының олардың қалай ашқанына назар аудар. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды ашу үшін қандай сөздерді қолдану қажеттігін ойлан. Жоспар құр. Ол үшін мәтін бөліктерінің санын анықта. Әр бөліктегі басты нәрсені белгілеп арт қой. Жазуда қиындық келтіретін сөздерді тауып жаз. Олардың жазылуын есіңе сақта. Сөйлемдердің құрылымына және олардың тыныс белгісіне назар аудар. Мәтінді тағы бір оқып шығып, мазмұнын іштей айтып көр. Жоспар бойынша мазмұндама жаз. Әр бөлікті азат жолдан бастап жазуды ұмытпа. Жазған мазмұндамаңды тексер. Бұл жерде бізде мазмұндаманы жазуға дайындық екен. Осы нұсқаулықтарға қарай отырып мазмұндама жазамыз. Құрметті оқырмандар, осымен каналдағы тапсырмаларды орындап аяқтадық. Сіздерге каналдағы тапсырманы бірге орындау түсінікті әрі нақты болған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар. Келесі сағатта кездескенше сау болыңыздар.